Сендер блогер болмақ түгелі кім болсаңдар да, сендер надансыңдар. Түсінікті ма? Білесіздер ма, қазақ елі кімдер туралы айтып тұрған? Мынау Асхат Ниязовты білесіз бе? Кімдердің артынан жүгіріп жүрген. Сосын мынау жұрттың баласы деген Мұрат, сосын анау Арман деген, Арман ба әлде кім еді аты, анау Сказа розовом зайце деген анау жылауық бала бар ғой. Сол үшеуі подкаст жүргізді ма, бірін-біріне отырып, прикол ұстап отыр. Білесіздер ме не нәрсеге ұстап отырғанын? Біздің генетический кодымызға, ол біздің ұлттық киімімізге. Анау Асхат Ниязов отырып, анау Арманға ма соған айтып отыр ғой. Мынау Арман до того казах, что әйнегіне дейін енді. Түсініп отырсыз ғой не айтып тұрғанын? Сол анау тюбетей киіп отырады деген секілді. Сондай сөздер айтып отыр. Ол одан кейін мынау қантар туралы айтып, соған күлкі қылып, мынау қайтыс болған адамдарға күліп, солар бар ғой, ыртың жыртың болып отыр. Не деген надандықтар мынау, мынау әлі әдейі істеліп отырған нәрсе ма? Сендер егер мынау хайп ұстаймыз, лайк алу үшін сондай істеп отырсаңдар бар ғой, біліп жүріңдер, сендердің де арттарынан келеді. Бірақ мүмкін құзырлы орган емес, басқа адамдар келеді, мықтырақ. Түсінікті ма? Ауыздарыңа қарап сөйлеңдер. Кезінде мен сендерге мынау орысша сөйлеседі, мынау қазақ балаларымыз ғой, осымыз қазақтары, Қазақстанымызды дамытатын балалар ғой, білімді ғой деп жүрсем, сендер білімді емессіңдер. Сендерге берген мынау методичкалармен жүрген адамсыңдар ғой, политтехнологтардың. Өтірік, өздеріңді алдамаңдар. Надансыңдар сендер. Білімсіз. Түсінікті ма?